Шел ауданында еріктілер жылына орай мен волонтермын тақырыбында семинар-тренинг болды. Еркін форматтағы басқосуда игі істердің ұйытқысы болып жүрген жастардың жыл бойы атқарған жұмыстары сараланып, алдағы міндеттер айқындалды. Жиында сондай-ақ еріктілердің еңбегі ескеріліп, алғыс хатпен марапатталды. Аудандық жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған еріктілер 7 бағыт бойынша жұмыс істеуде. Олар әсіресе карантин кезінде белсенділік танытып, көпшіліктің алғысына ие болды. Мәселен, біргеміз қамқор жобасы аясында кәсіпкерлердің демеушілігімен тұрмыс төмен отбасыларға, мұқтаж жандарға қайырымдылық көмек көрсетсе, саулық жобасы бойынша емдеу мекемелеріне оттегі баллондарын тасып, тұрғындарға тегін бетперде таратты. Қазіргі таңда жастар орталық жанынан 130-ға тарта волонтер жастар бар. Арнайы енді оның ішінде 80-ге жуығы өте белсенді. Сонымен қатар арнайы қарекет қорымен бірлесіп жұмыс жасап, биылғы жылға аудан көлемінде үйлер алып беріп жатыр. Сонымен қатар енді алдағы уақытта тағы да бір отбасына үй алып берсек деп жоспарлап отырмыз. Семинар барысында аудан жастарына волонтерлік бағытында оқу жұмыстары жүргізілді. Жалпы ерікті деген кім, оларға жүктелетін міндет қандай деген сауалдар қойылып, интеллектуалдық ойындар ойнатылды. Еркін форматта өткен кездесуде әрбір қатысушы өз ойларын ортаға салып пікір алмасты. Семинар тренинг жоғарғы дәрежеде өтті. Қызылордадан келіп осы тренингті ұйымдастырып жатқан кісілерге көптен көп рахмет. Пандемия кезінде біз Түркістан облысына барып азық-түлік тасымалдап, ауылда тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлікте көмектестік. Назым Әбілдаева аудандағы белсенді жастың бірі. Төңкеріс ауылында тұратын ол өзі қатарлы қыз-жігіттердің басын қосып, түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастырыпты. Шара барысында ерікті жастың еңбегі еленіп, аудандық жастар ресурстық орталығы директорының алғыс хатымен марапатталды. Қазіргі таңда көптеген қайырымдылық қорымен, әсіресе осы пандемия кезінде көптеген шараларға белсене түрде атсалысты. 10 шақты мұқтаж отбасыға көмек көрсетіліп, сонымен қатар 100-ден жуық маска таратылып, және де осы қоғамдық орталарда тазалық сақтау жұмыстарына, сонымен қатар адам іздестіру жұмыстарына да белсене атсалысқан болатын. Сонымен қатар біз белсенді түрде жұмыс жасай береміз, және де алға қарай жылжи беретін боламыз. Еріктілердің еңбегі зор. Осы орайда жыл қорытындысымен ауданның ең үздік волонтер анықталып, арнайы жүлде табысталмақ. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан.